Сот саласының мамандары елбасының 100 нақты қадам бағдарламасыны жүзеге асыруға кірісіп кетті. Маңызды құжатта көрсетілгендей, барлық сот процестерінің ашықтығын қамтамасыз ету үшін бейне және таспа жазбалары жүргізілуі тиіс. 3 күннің ішінде бұрын сот хаттамасымызды жазып, одан кейін тараптарға беретін болсақ, қазіргі таңда бүгін өткен процесті осы 15 минуттан кейін біз таспаға жазып, біз қолма-қол тараптарға бере аламыз. Ол қазіргі таңда біздің Алматы аудандық сотында 100% жұмыс істеп жатыр. Сондай-ақ жол машақаты мен қағазбастылық мәселесін шешу амалдары да қарастырылған. Өтініш тапсыру үрдісі ашық электрондық үлгіде жүргізілетін болады. Істердің қаралу мерзімі де қысқармақ. Бұған дейін елімізде 5 сатылы сот жүйесі істеп келсе, енді ол 3 сатылыққа көшірілуде. Судья лауазымына үміткерлерді іріктеу талабы қатайтылды. Енді төрелік ету үшін кемінде судьяның жасы 30-дан төмен болмау керек. Адамның тағдырын шешу үшін судьяның өзі тәжірибелі, өмірлік тәжірибесі, жалпы мынау сот саласындағы тәжірибесі болу міндетті. Кем дегенде 5 жыл сот саласында қызмет атқару керек. Сот академиясын бітіргеннен кейін біліктілік емтиханын тапсырады. Сондан өткен азаматтар, жақсы қорытынды алған азаматтар судьялыққа үміткер болып, ары қарай конкурстарға қатыса алады. Ұлттық жоспарда сот билігіндегілердің есеп беру тәртібін күшейтіп, жаңа этикалық кодексін жасау, инвестициялық алқа сотының құрылысында азаматтардың құқығын қорғауды мақсат еткен тың бастамалар қолға алынуда.